Қайырлы күн, құрметті оқушылар, студенттер. Қалайсыңдар? Бүгін біз жалпы Қытайдың ең соңғы әулеті Цин империясының құрылуы туралы айтатын боламыз. Сабақ өте қызық болады деп айта аламын. Цин империясының құрылуы, жаңағыдай құрылу алғышарттары, оған дейінгі Мин империясындағы кейбір мәселелер, Цин империясы құрылғаннан кейін қай сатыға дейін дами алды, еуропалықтардың экспансиялық саясаты, миссионерлер секілді қызық ақпараттармен бөлісетін боламын. Жалпы ендеше кеттік, оқиық. Жалпы бізде кішігірім айтып өтетін болсам, бізде карта берілген. Жалпы Мин империясының картасы. Негізінен Мин әулетінің мына жерде жазылып қойған әлсіздігін пайдаланған манжурлар Қытай билігін өз қолына алды дейді. Осылайша Қытайда жаңа Цин империясы құрылып, жаңағыдай соңғы империялық әулетке айналды. Енді соңғы империялық әулетке айналмасынан бұрын біз жалпы тоқталып өтейік. Тоқталып өтетін нәрсе, бізде Мин империясының әулетінен алдыңғы орын айтатын болсақ, мысалы 1271 мен өзіңіз білетін Құбылай ханның Қытай жаулауымен 1368 жыл аралығында бізде Юан империясы үстемдік етті, моңғолдар құрған. Одан кейін 1368 жылы Мин империясы құрылады да, жаңағыдай моңғолдардың үстемдігінен азат етіледі. Мин империясы жалпы сол этникалық сол жердегі Қытай тайпалары құрады. 1368 жылдан 1644 жыл аралығында Мин империясы өмір сүреді. Негізінен нақты толығымен манжурларды жаулап алу 1683 жыл болды. Жалпы негізін айтатын болсақ, бізде не үшін Мин империясы құлады? Жалпы Мин империясының құлауына негізінен феодалдық помещиктердің жерде көптеп үлесін алып алу, бұл көптеген халықтардың, шаруалардың кедейлеуіне, кедей шаруаның былайша айтқанда құл болуына айналды. Сондықтан бізде 1622 жылы Ақ лотос деп аталатын діни ұйым құрылады. Бұл діни ұйым көбінде шаруалардың басын қосып, осы Мин империясына қарсы, феодалдарға қарсы өзінің көтерілістік әрекеттерін жасай бастады. Бұл Ақ лотос ұйымының жалпы көтерілісі негізінен Шандун провинциясында басталды. Шандун провинциясында басталғаннан кейін жалпы Мин үкіметінің әскерлері басып тастады. Одан кейін Шанси үкіметіне, Шанси провинциясында көтеріліс жалғасты. Сондықтан жалпы былайша айтқанда Қытай Мин империясының солтүстік аймақтарында осы жерлерде бізде көтеріліс дамыған болатын. Жалпы көтеріліс дамыған айтатын болсақ, негізінен бұл көтерілісті жаңағындай жас кезінде хат тасыған, яғни курьер қызметін атқарған, хатшы деп айтуға болады. Хатшы қызметін атқарған Ли Цзичен басқарады. Бұл Ли Цзичен 1638 жылы Мин империясының әскерлері осы көтерілісшілерді біршама басып тастайды. Бірақ бұл негізінен уақытша болады. Бізде 1639 бен 40 жылдары қайтадан көтеріліс өршіп, жаңағыдай Пекинге өзінің жаулық соғыстарын бастай бастайды. Негізінен Ли Цзичен бастаған көтеріліс бұл бағытталды негізінен феодалдық помещиктердің жер қамауына, кедейленген шаруаларға, жалпы айтқанда халық аштан өле бастады, аштан қырыла бастады. Жалпы өздеріңіз білетіндей, сол замандағы Қытай халқының өзінің саны көптеп кездескен. Мысалы 1701 жылғы император Канцейдің есептеуі бойынша жалпы бүкіл Қытайда бізде 121 миллион халық тұрған. Енді ойлаңыздар, осынша халықты азықпен қамтамасыз ету оңай шаруа емес. Сондықтан бізде осылай көтеріліс басталған болады. Жалпы көтеріліс осылай жалғасады. Негізінен Ли Цзичен бастаған көтерілісті шаруалар осыны император деп жариялайды. 1644 жылы 1644 жылы Пекинді басып алып, жалпы Мин империясының құлағанын жариялады. Жалпы Мин империясының соңғы императоры өз-өзіне қол салып өлтіреді. Бірақ бізде Ли Цзичен бұл бізде ақсүйектік әулеттен болмағанын біле аламыз. Жалпы бұл қара халық арасынан болғаннан кейін ол мысалы билікті қолына алады. Жаңағыдай мына жерде суретте көрсетілген Пекин қаласын солтүстігінен бізге осылай кіріп қаланы басып алады. Осыдан кейін Мин империясы құлайды. Бұл негізінен
түбегейлі құлаған жоқ. Мин империясы тек астана салынған болатын. Осы жерде ли цзечен басталғаннан кейін оның қолында мемлекеттік бағдарлама болмайды. Яғни бізде мемлекеттік бағдарлама болғаннан кейін не істейді? Ә, халық қайтадан өзінің баяғы жаңағыдай кедей өміріне түсе бастайды. Мемлекетті басып алды, яғни жаңағы феодалдық сарқыншақтарды жойды, феодалдардың жерін шаруаларға үлестіріп берді, яғни халыққа жерді үлестіріп беріп қарыздардан, салықтардан босатты. Бірақ бұл жаңағыдай мемлекеттің қазынасы деген нәрсе болады. Мемлекеттің қазынасына ақша келмейді. Сондықтан қайтадан бұл лицензиялардың арасында қазынаның тапшылығы, ақшаның тапшылығы біріншіден, содан кейін өздерінің арасындағы келіспеушіліктер, яғни былайша айтқанда барлығы билікке таласады деп айтуға болады. Билікке көбісі отырғысы келеді, ли цзеченге бағынбай кеткендер болады. Сондықтан бізде ли цзеченнің бастаған көтерілісі астананы басып алғанымен көтеріліс толықтай жеңіске жетпейді. Себебі бізде мына жақтан айтып өтетін нәрсе бар. Бізде сол уақытта мысалы көтеріліс болып жатыр деп есептесек, мысалы мына жақта айттық, бізде солтүстік аймақтарда көтеріліс болып жатты, ақылдос ұйымының құрған жаңағы 1640 жылдары. Ал екінші жағынан осы жердегі солтүстік шығыс аймақтағы бізде манжур тайпалары өзінің көршілес тайпаларын жаулап басқан болатын. Мысалы осы жерде Пекин болса, мысалы солтүстік аймақтардан көтерілістер шабуыл жасайды, ал мына жақтан жаңағы манжурлар келе бастады. Жалпы екі жақты соғыс болғаннан кейін Мин империясы әлсірей бастады. Түбегейлі әлсіреді деп айтуға болады. Мысалы Мин империясының қолбасшысы Усангой бізде былай болады. Жаңа айттық қой, мысалы ли цзеченнің мемлекет бағдарламасы болмады, сондықтан көтерілістің басшылары өзара араздасып, яғни қайтадан мынау билікті басып алғаннан кейін қайтадан Мин империясы осыны тартып алайын деп жатты. Себебі мемлекеттік бағдарлама болды қолында, көтерілісшілердің жаңағыдай жоспары болған жоқ. Сол кезде бізде солтүстік шығыс Қытайда, солтүстік шығыс Мин империясында жаңағы манжурлармен қарама қарсы соғысып жатқан Мин империясының Усангуй деп аталатын қолбасшысы бізде қолбасшысына жаңағы ли цзечен үмітпен келеді. Жалпы Усангуйға айтады, екеуміз де яғни қытайлықпыз, жалпы мендікпіз, біз өзіміздің жауымызға, манжурларға қарама қарсы бірігіп соғысайық дейді. Бірақ бізде тарихи деректерде кездесек, Усангуйдың әйелін, яғни көтеріліс басшылары, мынау ли цзеченнің көтеріліс басшылары ли цзеченнің әйелін өлтіріп кеткен болады деп саналады. Сондықтан бізде Усангуй негізінен біз қарайтын болсақ, бұл негізінен әскербасы қой. Әскербасылардың бұл жалпы феодалдарға жатады. Бұлардың жер аумақтары бар, жер үлестері бар, жалпы ақшалар көп бұлардың. Ал осыларға негізінен шаруалардың тартып алып өзінің жерлерін, олардың билікке келуі негізі тиімді емес. Жалпы Усангуйға ондай проблема керегі жоқ деп айтуға болады. Усангуйға да мысалы қасындағы феодал помещиктер айтады, жалпы керісінше бұл ли цзечен біздің жауымыз деп айтқаннан кейін бұл сатқындыққа жол берді деп айтуға болады. Бұл керісінше жаңа соғысып жатқан манжурлармен бірігіп, жалпы манжурларға барып одақ құрып, Усангуй бізде ли цзеченге қарсы соғыс ашады. Соның нәтижесінде манжурлар бізде ли цзечен әскерлерін талқандайды. Содан кейін Усангуй мен манжурға біріккеннен кейін бізде солтүстік Қытайды Манчжурия басып алады. Бірақ сонымен қатар мысалы солтүстік аймақтарды басып алғаннан кейін бірақ шаруа көтеріліс әлі тоқталған жоқ. Орталық және оңтүстік шығыс Қытайда әлі де шаруалар соғысып, Манчжурияға қарсы соғысып жатты. Бізде тарихи деректерге сәйкес 1645 жылы Нанкин қаласы мен Янчжоу провинциялары, яғни басып алынады. Бұл дегеніміз жалпы көптеген халық тұратын қалалардың бірі болып табылады. 1645 жылы басылғаннан кейін осылай жалпы Манчжурия солтүстіктен оңтүстікке қарай жылжи отырып, әзер дегенде 1683 жылы ғана толықтай оңтүстік шығыс Қытайды басып алады. Жалпы осылай Мин империясы 1680 жылы тарихи тұрғыда негізі құлайды, бірақ қолдарына Манчжур империясы билік өткеннен кейін Цин империясы жарияланады. Цин империясы жарияланғаннан кейін бірақ әлі бізде шаруалардың жағдайы дұрысталмаған еді.
Жалпы бізде көптеген мемлекеттердің құлдырауы ол шаруалардың көтерілісінен деп айтуға болады. Шаруалардың көтерілісі не үшін болады? Бұл экономикалық тұрақсыздықтан. Жалпы бізде мини империясы құлады экономикалық тұрақсыздықтан, шаруалар көтерілісінен және ә, тағы бір келесі фактор бұл сыртқы жаулаушылық және манжурларды жаулау. Жалпы манжурлар жаулап алғаннан кейін әлі де мин империясындағы халықтардың жағдайы жақсарған жоқ. Басында яғни болды салықтардан босатты, яғни помещиктер шаруаларға жерді бөліп берді. Тіпті кішкентай шаруалардың өзіндік иелігіндегі жерлері болды. Бірақ көптеген жерлер бізде былай қарастырайық, көптеген жерлер негізінен мемлекеттік жер бөлінісі бізде екі категорияға бөлінді. Жалпы біріншісі бұл мемлекеттік жерлер. Мемлекеттік жерлер дегеніміз бұл жаңағы манжурлар билік әулеті, оның туыстары, туысқандары, жаңағы және бізде жеті ту деген әскери корпус, жалпы манжурлардың армиясы жеті корпустан тұрған, осылардың жерлері негізінен саналды. Және екінші жерге бізде феодал помещиктер, жаңағы банкирлер, былайша айтқанда өсімқорлар, алыпсатарлар, жалпы сондай ломбард секілді орталықтар сол заманның өзінде қытайда ашылған, солардың иелері мысалы негізінен ақша түскен адамдар болды. Бізде бірақ мемлекеттік жерлер болғанымен, бірақ бұл бүкіл мемлекеттің сондағы бір 20%-ын құрады, ал 80% негізінен феодал помещиктердің жерлері. Бізде қарайтын болсақ, мемлекеттік жерден гөрі феодалдардың қолында көп жер болғанын көре аламыз Цин империясында. Осылай жер екі категорияға бөлінген болатын. Одан кейін біз Цин империясы құрылғаннан кейін империядағы феодалдық қанаушылық қалай жүрді. Басында мысалы жаңа айтқандай шаруалардың өзінің жерлері болды, бірақ мысалы жаңа мен айтып өттім, император Кансей, император Си 1662 мың 722 жылдары билік құрған кезінде бізде 1701 жылы халық санағы жүргізілді. Сода бүкіл халықтың саны 21 миллионды құраса, Пекиннің өзінде 3 миллион халық тұрған болатын. Жалпы халық санағы не үшін жүргізеді? Халық санағы салықты төлейтін халықтың мөлшерін білу мақсатында. Жалпы осылай 1701 жылы салық жүргізудің жаңағы халық санын біліп алды, одан кейін салық салуды білді. Жалпы яғни салықты көбірек салды деген, солай шаруалар, ұсақ шаруалар бізде кедейлене бастады да, ал кедей шаруалар керісінше құлға айнала бастады. Жалпы қайтадан біз жаңағы мини империясы секілді шаруалардың қайтадан қанап өмірлері қайтадан сол баяғы күйге түскенін көре аламыз. Бізде негізінен шаруашылықты қанаудың негізі феодалдық үстемдіктің жаңағы шаруаларды қанауы натуралды түрде жүргізіп отырды. Жалпы басында жаңағы кедейленген шаруалар бізде қайтадан жаңағыдай жалдамалы жұмысқа жүргізе бастады. Яғни бұл феодалдарға жалдамалы жұмыс жүргізеді. Негізінде кейде жалпы ақысыз жұмыс істейді деп айтуға болады. Бұл әкеден балаға қалдыратын жаңағы мұраларға да қалдырылады. Мысалы сен өзіңнің қарызың болады, және сен қарыз аласың отбасың үшін феодалдардан, жұмыс істейсің, өмір бойы жұмыс істеуің мүмкін, бірақ бір белгілі бір оқиғасы белгілі бір мәселе болып қалып, сен мысалы өмірден өтіп кетсең, сенің балаң сен үшін жұмыс істейді, бірақ ақысыз. Осындай жайттар орын алып отырды. Бұл бізде шаруалардың жаңағыдай экономиканың, халықтың біз теріс жағы, жаңағы бірінші жағы деп қарастырсақ болады. Бұл жаңағыдай шаруаларды қанау әлі де жүріп отырды деп айтуға болады. Ал екіншісінен бізде экономика мини империясына қарағанда дамыды. Бізде Ханчжоу бірінші, Нанкинде, Ханчжоу қаласында және Сунчжоуда императорлық мануфактуралар қалыптасты. Жалпы бұлар мануфактура цехтарға бірікті. Ал Цин империясының бір жақсы жері, бізде осыларды қорғайтын жаңағыдай арнайы полициялар ұйымдастырған болатын. Осылай жалғасып келіп бізде мануфактура дамыды. Көбінде бізде Қытайдың несімен емес, бірінші ерте орта ғасырда жаңағыдай жібек матамен танысақ, кейінде бізде Қытай фосфорды өндіріп сатумен, яғни фосформен аты әлемге жайылды. Жалпы бізде осы Фудзян,
Цзянцзян секілді қалаларда бізде фарфор өндіру дамып, ірі цехтарға бірігіп, келесі жағынан бізде экономика дамыды деп айта аламыз. Жалпы экономика жағынан осылай. Ал енді келесі біз қоғамның сословиялық бөлінуіне келетін болсақ, жалпы Қытайда қоғам бізде үш сословиялық бөлінді. Бұл дегеніміз бірінші билік өкілдері. Билік өкілдері дегенім Манчжур империясының басшылары, оның туысқандары, сол секілді билік өкілдері болып бөлінсе, екіншісі бізде ғалымдар деп айтуға болады, яғни шеншілер. Қазір айтып беремін. Жалпы шеншілер дегеніміз кім? Бұл жаңағыдай оқыған тоқыған жоғары білімі бар адамдар. Жалпы орта сословиеге осылар жатты. Бірақ шеншілердің атағын алу үшін бізде жаңағыдай ұсақ шаруаларға да яғни заң жүзінде құқығы болды ғалым атағын алуға. Бірақ негізі біз қараймыз, шенші болу үшін бізде емтихан тапсыру керек болды. Ол үшін мұғалім жалдау, жаңағы оқудың өзі ақылай болғандықтан ұсақ шаруалардың жалпы қарапайым халықтың көпшілік бөлігі ақшасы жетпеді. Сондықтан жалпы шеншілер деген атақ заң жүзінде шаруалар тапсыруға құқығы болғанымен, көбінде сол помещиктер, феодалдар, өсімқорлар, яғни жағдайы жақсылар тек осы атақты ала алды. Бірақ біз олардың емтихан тапсырып емес, көбінде сатып алғанын айта кету керек. Негізінен бұлар ақшаға сатып алып, бұл атақты алғаннан кейін, бұл былайша айтқанда қазіргі тілде диплом. Бұл диплом біз сот істерін атқаруға, жаңағыдай жоғары лауазымды қызметтерді атқаруға жаңағыдай мүмкіндік туады. Бұны еуропалықтар келгеннен кейін бізде мандарин деп атаған болатын. Мандарин дегеніміз бұл басқарушы деген мағынада. Шеншілерді бізде мандариндер деп атаған. Мандарин дегеніміз бұл португал тіліне аударылады. Одан кейін үшінші сословиялық топ бұл халықтың көпшілігін бөлігін құрайтын халықтар, жаңағы шаштаразшылар, шаштараз, жаңағыдай әртістер, алыпсатарлар, жаңағы халықтың төмен бөлігі, яғни жалдамалы жұмысшылар, көбіне қара жұмыс өкілдері болып табылады. Жалпы осылай Қытай қоғамы үш сословиеге бөлінді. Негізінен біз шеншілерге қарап, Қытайда жаңағы емтихан болғандығын, экономика дамығанын жаңа айтып өттік. Енді біз білімнің ғылымның дамығанын айта өту керек. Бірақ біз дәстүрлі түрде конфуциандық, буддизм, жаңағы лао цзинің ағымдары Қытайда бұрыннан бар екен деп аламыз. Жалпы осыны бізде үкімет, жаңағы манжурлар Цин империясы қолдады, халықпен бірге жаңағыдай осы рәсімдерді бірге атқарып жүрді. Неліктен халықтардың жалпы дәстүрін қолдап, мәдениетіне құрметпен қараған секілді болып көрініп, халықтың жалпы көтерілістерін басып отыр деп айтуға болады. Негізі халықтың көтерілісін бізде армян басып отырды, ол өзіңнен белгілі. Бірақ халық Қытайда басқа халықтарға қарағанда көбірек болғандығын жаңа айтып өттім. Бізде тек армян емес, идеологиялық тұрғыда да бұғада ұстау жалпы әр мемлекет үшін бұл тиімді. Соның бір көрінісі осы Цин империясы конфуциандық секілді рәсімдерді өздері орындап, яғни халықпен бірге халықтың алдына шығып, халықпен бірге қолдайтын адам секілді көрініп, идеологиялық тұрғыдан халықтың мемлекетке деген қарама қарсы ойларын, жаңағы арам ойларын тыйып отыр деп айтуға болады. Яғни идеологиялық бұғада ұстап, халық бостандықтарын шектеп отырды. Бұл негізінен бірінші. Ал екінші жағынан шынайы мемлекеттік биліктің жаңағы халыққа деген құрметін көре аламыз. Екі жағынан қарастыруға болады. Идеологиялық тұрғыда қолданғанын бұл айта өту керек. Бұл рас нәрсе. Одан кейін бізде жаңа айтып өткендей халықтың жағдайы біршама жақсарып қалды. Мин империясындағыдай халық, жалпы шаруалардың, ұсақ шаруалар, кедейленген шаруалар көп болса да, Цин империясы, яғни Мин империясындағыдай, бірақ сонымен параллельно жүріп, бізде экономика дамыды. Бізге мысалы айта өтетін жайт, бұл өте маңызды ақпараттардың бірі, бұл жалпы тарихтағы. Бізде сол 17 ғасырдың екінші жартысынан бастап бізде еуропалық экспансиялық жаңағы саясаттың өкілдері деп айтамыз ба, жалпы сол саясатты бастаушылар батыс Еуропа, бізге шығысқа қарай келе бастады, яғни Қытайдың оңтүстік порттарына, жаңағы Гуанчжоу,
Динхай секілді порттарға сауда жүргізу мақсатында келе бастады. Негізінде басында жаңағы цин империясы бұны қуана қарсы алды. Неліктен? Себебі ол кезде шаруалар көтерілісі көптеп болып отырды. Шаруалар көтерілісін жалпы осы сауда арқылы, жаңа таныстық арқылы біз біршама баса аламыз деген ниеті болды. Ал екінші жағынан қарайтын болсақ, бұл еуропалықтардың ниеттерін басында дұрыс түсінбеді. Бізде негізінен еуропалықтардың ниеті дегенде олар көбінде миссионерлер болды. Миссионерлер келіп мына жерде суретте көрсетілгендей өзінің христиан діндерін жаңағы Қытайға келіп уағыздай бастады. Соны кейіннен ғана Канси император сезгеннен кейін бізде 1724 жылы еуропалықтарға, яғни қытайдан бүкіл миссионерлерді жаңағыдай елден шығару туралы шешім қабылдайды. Одан кейін барып бізде 1757 жылы қытай порттарын жауып, бізде еуропалықтардың жалпы қытайға келуіне тыйым салады. Бұл жалпы жабық есік саясатының басталуы негізінен. Жалпы еуропалық миссионерлердің келуі неліктен? Бұл сауда жолдарының жабылуы, сауда жолы деген жібек жолының жабылуы, жібек жолы қирағаннан кейін сауда жолы құрлық арқылы емес, енді еуропалықтар теңіз жолы арқылы іздеу керек болды. Және іздеді де тапты да. және біз білеміз фернан магелланның жаңағы филиппин аралдарына келгенін, жалпы осы васко да гаманың үндістанға келген, осылай осылай миссионерлердің кейіннен Қытайға келген. Жалпы бұл тек қана бір ниетпен келмей, отаршылдық саясатында ала келді деп айтуға болады. Одан кейін ост үнді компаниясы, жаңағы ост инд компаниясы 1600 жылы құрылған, жалпы үндістанды жаулауға өзінің жаңағы саясатымен танымал компания. Бізде Қытайдан өзінің ресми түрде құжаттама сұрайды. Яғни бізде еуропалық миссионерлермен бірге Қытайға кіруімізге рұқсат жаңағыдай заңды түрде талап етіледі. Содан кейін бізде білеміз апин тасып, жаңағы Қытай халқының бізде орта есеппен 15 миллионға жуық халықтың ішіндегі ең үлкен беделді өкілдері осы апиынға тәуелді болды. Кейін апин соғысы болды. Жалпы олардың айтатын нәрсе көп. Негізгі алғышарттары осы. Бізде алғашқы еуропалық миссионерлер туралы қысқаша келуі. Миссионерлердің тек бір жағынан қарамаймыз, екінші жағынан олардың да пайдасы болды. Оның ішінде жаңағы тайпиндер көтерілісіне де әсер еткен жаңағы сюцянның сюцян сюцян я хусюцян бізде осы христиандық миссионерлерден шабыт алып, бұл тайпин тянго деген мемлекет құрады. Жалпы тайпиндер көтерілісі деп аталады бұл тарихта. Жалпы осындай тарихи оқиғалар көп өрби бастайды. Жалпы бүгінгі сабағымыз осы цин империясының құрылуы, жаңағыдай құрылу алғышарттары, мин империясы неліктен құлады, одан кейінгі біршама дамығандығы экономикалық тұрғыда, одан кейін жаңағыдай сословиялық бөліну туралы айттық. Жалпы сіздерге түсінікті болды, пайдалы ақпарат болды деп үміттемін. Бұл біздің цин империясы туралы, дүние жүзі тарихы туралы шығарып отырған бірінші сабағым. Жалпы осындай форматта, яғни сурет қойып, өзім ауызбен көп сөйлеп түсіндіретін болса жаза кетіңіздер. Не осылай көптеп түсіремін. Немесе ойларыңыз болса, идеяларыңыз болса, күтемін. Жалпы бүгінгі біздің сабақ осымен аяқталады. Әлі де жалғасы бар, бірақ бізде негізінен тарихтың ең қызық бастамасы жаңағы отаршыл үкіметтің басталуы, жаңа заманның басталуы, сол батыс пен шығыстың байланысынан, негізінен байланыс осы Қытайға батыс мемлекеттерінің келуімен басталады. Осы жерден бастап дүниежүзі тарихының қызық оқиғалар басталады деп айта аламын. Бізде осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Ендеше сау болыңыздар, аман есен, саулықта. Сабақ пайдалы болса жаза кетіңіздер. Жақсы. Көріскенше күн жақсы.